Сәлеметсіздер ме? Мен Қанатжанова Қадиша, Оразмағамбет Тұрмағамбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжінің Қазақстан тарихы пәні оқытушысымын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ хандығының қалыптасуы мен нығаюы. Бұл сабақтың мақсаты оқушыларға қазақ хандығының негізін қалаушы Керей мен Жәнібек хандар туралы мәлімет бере отырып, қазақ жеріндегі тұңғыш дербес мемлекеттің алғашқы аумағы, этникалық құрылымы туралы мағлұматтар беру. 15 ғасырдың екінші жартысында өмірге келген қазақ хандығы бұл мезгілге дейін аяқталып қалған қазақ халқының қалыптасуының табиғи жалғасы әрі жиынтығы болатын алаш атанған қазақ ұлтының негізгі өмірлік сұранысы этникалық аумағының бүтіндігін, шаруашылығы мен күнделікті тұрмыс тіршілігінің қауіпсіздігін Ақ Орда, Моғолстан, Әбілқайыр хандығы және Ноғай ордасы сияқты мемлекеттік құрылымдар қамтамасыз ете алған жоқ. Себебі бұл хандықтардың ішінде саяси және экономикалық тұрақтылық болған жоқ. Осы мезгілде Орталық Азияның кеңістігінде Шыңғыс ханның дәуірі өткен уақыт болатын. Алтын Орданың ыдырауына байланысты дағдарыс орын алды. Шыңғыс хан әулеттері арасында жеке хандықты иемдену үшін тынымсыз соғыстар жүргізілді. Ұлы далада ру тайпалардың басы бірікпей бір-бірімен жауласты. 15 ғасырдың ортасында Қазақстан аумағында тұрғындардың шаруашылық, қоғамдық мүддесін қамтамасыз ететін қуатты мемлекет құру қажеттігі туындады. Мұндай міндетті мойнына алғандар белгілі орыс ханның ұрпақтары Керей мен Жәнібек сұлтандар болды. Бұл туралы атақты тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулати «Тарихи Рашиди» атты кітабында жазған. Қазақ хандығы 1465-1466 жылы құрылды. Қазақ хандығын құрған орыс ханның ұрпақтары Керей мен Жәнібек хандар болды. Қазақ хандығының тұңғыш ханы Керей болса, Жәнібек Керейдің ақылшысы болған. Ақ Орда мен Алтын Орда құлағаннан кейін Өзбектің ханы Әбілқайыр Дешті Қыпшақ даласында жошы ұрпағы сұлтандарына көп жайсыздық туғызады. Керей мен Жәнібек одан қашып, сол кезде Жетісуды билеген Моғолстан ханы Есенбұғадан жер сұрайды. Есенбұға хан Жетісу жерін ойраттардан қорғау керек екенін түсініп, Шу бойындағы Қозыбасы жерін екі қазақ хандарына тарту етеді. 15 ғасырдың орта шенінде Әбілқайыр хандығындағы ішкі феодалды қырқыс соғыс күшейеді. Әбілқайыр ханның ойраттардан жеңілуі оның беделін түсіреді. Қазақ тайпалары Керей мен Жәнібектің соңынан еріп көше бастайды. Сұлтандардың Жетісуға көшу мақсаты орталық және оңтүстік Қазақстан қазақтарын ұлы жүз тайпалармен біріктіріп қазақ хандығын құру еді. Керей мен Жәнібек хандар батыс Жетісу, Шу мен Талас өзені өңіріндегі Қозыбасыны иеленеді. Осы жерде қазақтың туын көтеріп қазақ хандығын құрады. Әбілқайыр ханның қол астындағы тайпалар Керей мен Жәнібекке келіп қазақтарға қосылады. Қазақ хандығындағы халық саны өсіп 200 мыңға жетеді. Оларды өзбек қазақтар деп атады. Әбілқайыр хан қайтыс болған соң, өзбек ұлысы өзара тартысып, араларында көп келіспеушілік болады. Қазақ хандарының сыр бойындағы батыс пен шығыс арасындағы сауда керуен жолы үстіне орналасқан Сығанақ, Созақ, Сауран, Отырар, Ясы, тағы басқа қалалар үшін Әбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбани ханмен соғысы 30 жылдан астам уақытқа созылып, бұл жерлер қазақ хандығының қол астына өтумен аяқталады. 1510 жылдың соңында Мұхаммед Шайбани хан Иран шахымен болған шайқаста қаза табады. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, қазақ хандығының құрылуының қайнар көзі Ақ Орда десек, кейін 15 ғасырдың екінші жартысында Қазақстан жерінде екі мемлекеттің Әбілқайыр хандығы, яғни көшпелі өзбектер мемлекеті мен Моғолстанның ішкі саяси ахуалы қазақ хандығының құрылуына нақты жол ашты. Қазақ хандығының құрылуы мен нығаю нәтижесінде қазақ хандығы ішкі феодалды қырқыстар мен талас тартыстарды тоқтатты. Сонымен қазақ хандығы 1465-1466 жылдары құрылды. Қазақ хандығының негізін қалаған орыс ханның ұрпақтары Керей мен Жәнібек хандар. Мұхаммед Хайдар жазбалары бойынша Жетісудың батысы Қозыбасы таулар еді. Атақты Үшқоңыр жайлауы қырғыз жермен шектеседі. Онда Керей хан тұрған. Ал Жәнібек хан Шу станциясының солтүстік шығыс жағындағы Хантауды мекендеген. Оны қазір Жәнібектің қыстауы деп атайды.
Қазақ хандығының құрылуы қазақ халқының тарихындағы аса маңызды оқиға болды. Ол Ұлан-Байтақ өңірді мекендеген қазақ ру тайпаларының басын қосуда, қазақтың этникалық территориясын біріктіруде маңызды рөл атқарды. Қазақтардың бір тұтас мемлекеттігінің пайда болуы және қазақ халқы қалыптасуының аяқталуының шешуші факторларының бірі болды. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтай келе, мына жерде сіздерге бүгінгі сабағымызға байланысты қазақ хандығының құрылуы және нығаюы тақырыбы бойынша бейне жазба көрсетілген. Сол бейне жазбаны қазір қараймыз. Қазақ хандығының құрылуы және нығаюы 15-16 ғасырлардың басы. Құрметті балалар, бұл тақырыпта қазақ хандығының құрылуының тарихи алғышарттары мен заңдылықтары, қазақ хандығының құрылуы, Керей мен Жәнібек, 15 ғасырдың соңғы ширегі 16 ғасырдың басындағы қазақ хандығы, шайбаниттермен күрес оқиғаларына тоқталамыз. Қазақ мемлекеттігінің құрылуы Қазақстан жерінде орын алған ғасырларға созылған әлеуметтік-экономикалық және этникалық саяси процестерден туындаған заңды құбылыс. Ол үйсін қаңлы мемлекеттік құрылымдарынан бастау алып, түрік қағанаттарының тарихымен ұласады. Сонымен қатар қазақ хандығы 300-дің қалыптасуы, өндіргіш күштердің дамуы, көшпелі аудан мен отырықшы егінші аудандар арасындағы интеграция нәтижесінде өмірге келді. 14-15 ғасырларда орын алған шаруашылық үлгісінің ортақтығы, материалдық және рухани мәдениеттің жақындығы, тіл бірлігі Ақ Орда тұсында қалыптасып болған. Олай болса, Қазақстан аумағында бір тұтас мемлекеттік Алтын Ордаға формальды түрде бағынып, дербес мемлекет ретінде өмір сүрген Ақ Ордадан бастау алып, қазақ хандығы құрылып нығайғанға дейін жергілікті этникалық негізде қалыптасқан деуге толық негіз бар. Дәл осы тұста феодалдық қанаудың күшеюіне бұқара халық қандай әрекет жасады? Шығыс Дешті Қыпшақ жеріндегі көшпелі халық бұқарасы соғыстар мен тартыстардың өршуіне, хандар мен феодалдардың қол астынан көшіп кетіп, қоныс аударумен жауап берді. Ол кезде Жетісуды билеген Моғолстан ханы Есенбұға 1433-1462 жылдар. Бұлардың мұнда қоныс аударуына қарсы болмады. Есенбұға қазақ ру тайпаларын өзінің ішкі және сыртқы саясатында атап айтқанда солтүстіктегі көршісі Әбілхайыр хандығына және шығыстан күшейіп келе жатқан ойраттар шапқыншылығына қарсы күресте, сондай-ақ хандықтың өз ішіндегі феодалдық алауыздық пен талас тартысты тоқтату үшін пайдалануды көздеді. Керей мен Жәнібектің Жетісуға қоныс аудару туралы Дулати былай деп жазды: жұрттың көпшілігі Керей хан мен Жәнібек ханның жанына кетіп қалды. Олардың саны өзбек қазақ деп атай бастады. Өзінің басы 870-1465-1466 жылдан басталады. Бәрінде бір Алла біледі. Ақ Орда ханы басталатын қазақтың дербес мемлекеттігі жолындағы күрестің, оның туған ұлы мен немересінің жалғастыруы табиғи құбылыс еді. Қазақ хандығының 15 ғасырдың 60 жылдарының ортасында Батыс Жетісуда құрылғандығын дәлелдейді. Яғни бүгінгі Қазақстан тарих ғылымы осы мәселеде Мұхаммед Хайдар Дулати пікірін ұстанады. Соған қарамастан қазақ хандығының құрылу мерзімі туралы пікірлер сан алуан. Әбілхайыр хандығы мен Моғолстан жерінен бір қатар рулардың ауа көшіп, Жәнібек пен Керейдің қол астына келуі қазақ хандығын бұрынғыдан да күшейтті. Бұлар жаңадан құрылған қазақ хандығының үкімет билігін нығайтып, оның беделі мен әскери саяси күш қуатын арттыра түсті. Едәуір әскери күш жинаған және Жетісуда берік қорғанысы бар Жәнібек пен Керей жошы әулетінен шыққан сұлтандардың шығыс Дешті Қыпшақты билеу жолындағы күресіне қосылды. Бұл күрес 1468 жылы Әбілхайыр өлгеннен кейін қайтадан өршіді.
Мұны қазақ хандары Керей мен Жәнібек тиімді пайдаланды. Олар бұрын өздері көшіп кеткен ата қонысы Дешті Қыпшаққа қайта оралып, билік үшін күреске араласты. Бұл күрестің барысында Әбілқайыр ханның орнына отырған мұрагер баласы Шайх Қайдар өлтірілді. Әбілқайыр ханның немерелері Мұхаммед Шайбани мен Махмұд Сұлтан Астраханға барып паналады. Күресте жеңіске жеткен қазақ хандары 40 жыл Әбілқайыр билеген шығыс Дешті Қыпшақ даласын және ондағы көшпелі тайпаларды өзіне қосып алды. Соның нәтижесінде 15 ғасырдың 70 жылдары қазақ хандығының жері едәуір кеңейді. Сонымен Жетісуда Ақ Орда хандарының Орда Ежен Орыс хан ұрпақтары басқарған орта және ұлы жүз тайпалары негізін қалаған қазақ хандығы құрылды. Керей мен Жәнібек олардан кейін бұрындық шығыс пен батыс арасындағы сауда жолының үстіне орналасқан Түркістан өңірі, Сырдария жағасындағы Сығанақ, Созақ, Отырар, Яссы, Түркістан тағы басқа қалаларды қазақ хандығына қарату үшін Шайбан ұрпақтарымен күрес жүргізді. Сонымен қазақ хандығының құрылуының қайнар көзі Ақ Орда десек, кейін 15 ғасырдың екінші жартысында Қазақстан жерінде екі мемлекеттің Әбілқайыр хандығы көшпелі өзбектер мемлекеті мен Моғолстанның ішкі саяси ахуалы нақты жол ашты. Осы сабаққа байланысты мынадай сұрақтар берілген. Сұрақтар: бірінші, қазақ хандығы қашан құрылды? Екінші, қазақ хандығының құрылу себептері? Үшінші, тарихи Рашиди кімнің еңбегі? Төртінші, Әбілқайыр ханның сыртқы саясаты қандай болды? Бесіншісі, қазақ хандығының алғашқы аумағын түсіндіріңіз. Қозыбасы қай жерде? Алтыншы, алғашқы қазақ ханы кім? Бұл сұрақтардың жауабын жібереміз, жауабын жазамыз. Сонымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.